Бүгінгі видеода мен досыма ашты жегізіп қинайтын боламын. Жайдан жай оны қинамаймын. Оны осы сөз үшін қинайтын боламын. Любой аштыңды бер. Смело шыдап берем. Осы видеода оны қинау үшін амалдың бәрін жасадым. Жестко острый. Гүл сияқты қыл жасаған. Енді мынау соңғысы енді. Видеоның соңында берген мына зат өте дұрыс болмады деп ойлаймын. Не болған білгілеріңіз келсе видеоның соңына дейін көріңіздер. Достар, видеоны күн сайын шығарайын ба деп ойлап жүрмін. Сол үшін сіздердің үлкен қолдауларыңыз керек. Каналға жазылып, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Сонда әр күн сайын жаңадан қызықты керемет видео шығарып отыруға тырысатын боламын. Раука қайтадан айтып жіберші. Любой аштыңды бер. Смело шыдап берем. В общем, аштыны чухать етпейін дейді. Мысалы, мен жеп жүрген аштылардың бәрін чухать етпейін дейді. Ол керек солай ма? Түсінген бойынша солай, е? Солай. Сен аштысың ба? Аштысың ба? Иә, аштым. Не болды? Короче, айтып өткендей, мен енді Раукаға әдемілеп отырып бір ашты, аузын ашты, прям қинайтындай бір жерге алып келдім. Қазір сол жерден тамақ заказ береміз и көреміз реакциясын, қалай аузы аши ма, ашмай ма. Одан кейін де негізі әдемі пландарым бар, так что лайк басып каналға жазылып отырайық. Бүгін Рауканы плотно жылататын боламын. Кеттік. Раука, че там? Қалай? Түрі қалай? Түріне оценка беріп жүріңіз? Түрі ұнамай тұр. Қорқасың ба? Нормально. Не то, что ашыны Что это? Это, типа қамыр ғой. Давай, попробуем. Конечно, менде де смело попробовать деп көрем и тоже оценка беретін боламын. Но сперва бізге, конечно, ауыз ашмайтын легендарный Рауканың мнениесі қызық. Давай, көр. Ашытса қалай болады екен? А что я ел? Что там, Рока? Нормально, да? Нормально. Актерский не болды ма? Попробуй давай. Так, по-мужски давай. По-мужски ма? Не. Волнуешь? Жоқ, ашымызды. Но мен алмайтын дедім ғой. Мақырынды. Жестко. Достар, осы үшін обязательно Раукаға лайк бас кетейік. Ол вообще өмірінде бірінші рет көрген андай сұмдық тамақты еркек жеді да, и көптен жеді. Так что бұны көбісі қайталамайды. Так что лайк басып нағып кетейік, қолдап. Қалай? Че там? Уже кетіп отыр, серьезно? Мақырына. Кішкене жас шыққан сияқты ма, не знаю. Осы кезде по факту келетін мысал, Раукаға басында біраз аштылау болды, бірақ кейін келе ол аштыны что-то сезбей кетті, андай иммунитеті пайда болды ма, сондай бір нәрсе болды. Короче, қазір көресіздер. Короче, Раука примерно осылай жеп тастады и все дейді. Все дейді ма? Ожидал большего, не верно. Қойш? Чухать етпейін дейсің бе? Қазір біз келесіне келесі мынандай жерге келдік. Өзің былай қалап аласың. Осыны қазір өте ашты қылып жасап береді. Так что Раука, дайындал. Бүгін сені прям андай аштыды деп жылап отырып неғыл деп қайтаратын болды. Білмеймін сені, бірінші опытыңа қарасам, что-то ащы болмайтын сияқты болшы. Не. Бұл просто андай разминичный болды ғой, типа разминка ма же? Қарныңды сразу ашытсам, ойлашы, что за деп 103 шақырыңдар дейді ғой. Ондай болмас үшін біраз үйреттім. И мынаны қазір көресің. Короче, алдық, не қараңыздар, қап-қара қып-қызыл. Неқта Рауан дұқтан сынып жатыр уже же. Че там? Сынып жоқ? Нет. Не. Мықтым мен. Мықтысың ба? Не волнуйся, я сильнейший. Вроде бір 10 секунд бұрын басқаша айтып жатыр, ертачетімнан түрі қорқынышты, анау мынау деп ше? Өт сала береді. Естідім. Мынау обычный нан. Басында орыс болған ғой, сапсары. Қазір африканец. Давай, попробуй. Нан ашты емес. Ашты емес? Қойш. Мен жедім негізі мынау расымен де особо қатты ашты емес екен. Мен негізі нан қатты ашты болады деп ойладым, бірақ та өкінішке орай ашты емес екен. Давайте келесін көрейік. Міне, короче, келесі, міне мынандай. Мен жеп қойдым енді біраз. Міне Рауканікі әлі желмеген. Негізі мынау біраз аштылау ма бір келіп жатыр маған аштысы ше. Жаман ғой. Аштыны айтса, ашты. Сезбедің?
Точно? Қазір жеп біткен соң бәлкім сезіп қалуы мүмкін. Короче, бағанасын жеп болды, иіс жоқ там. Қалай? Нормально ма? Сезілді, чуть-чуть? Жоқ, болмайды. Меня. Сезілді, бірақ та бәрібір фигня, е? Типа, аш демесе онша, е? Келесі мынандай домалақты көреміз, маған да қызық. Мен вообще жек көрген жоқпын мына домалақты. Қазір раука жеп ашытқан түрін көретін боламыз. О, қалай? Дәмәлінген. Бақ, ашты жоқ па бөлі? Бұның ашытысы сразу сезілмейді екен. Кішкене уақыт жеп болған соң бір тұрғаннан соң бір чуть-чуть сезіле бастайды. Достар, рауан прям жестко сезетінде қандай бір ашты жесе сезеді деп ойлайсыздар. Короче, соның атын жазып кетіңіздер комментке. Соны бәлкім келесі жолы раукаға жегізіп көретін боламыз, иә, раука, иә? Короче, мынау сосиска, қараңыздар, кәдімгі гүл сияқты қылып жасаған ғой. Ема. Давай көрем. Сен жақсы көрем дедің сосисканы. Қалай сосиска? Ой, мам. Полный ашты ғой. Денесінің бәрі жері ашты. Күшті екен дәмі. Қалай, ұнады? Иә. Аштысы қалай енді? Соны чухай детпеетсің ба? Чота рауан, ешқайсын чухай детпеет. Блин, не істеуге болады енді? Чота менің немнен бітіп бара жатқан сияқты достар бар ғой. Любой ашын ақпасеңдерші, жейм любой. Любой, е? Сезбеймдер. Болды. Короче, енді мынау соңғысы енді үмітім осы да деп ойлаймын. Мынау түрлерін қарап алыңыздар. Осындай бір нәрсе. О, давай, пожалуйста. Жылай саш. Аштыдан жылай саш. О, түрін қараңыздар. Зуары. Жаман ғой дәмі. Не қуанып кетсем что? Ашты болып отыр. Ашты қалай? Жоқ, ашымыз. Бәрі бірдей сияқты жүреді, ашысы. Хотя ана сосиска кішкене ашырақ болған сияқты. Последний менде бір козыр қалды. Енді ол козыр классика деп айтсам да болады. Қазір көресіздер қандай козыр. Короче, енді біз мынандай бір магазинге келдік. Китайский магазин. Бір ашты алып беретін болам. Так, не знаю. Короче, достар, мен мынандай бір нәрсе алдым. Не знаю, не екені. Мынандай болған соң ойладым, типа аштысы көп деп. Рауканы қинайтын боламыз. Біріне қарасам, дәмді емес сияқты. Раука бірінші өліп қалмас үшін мына жақта талып ше. Мен бірінші жеп көрейін бұны. О, ішінде салфетка. Гениально. Айба, жостық ма? Иә. Сол дәміне қорқатым, білейм, ана шашлықтарын ұнамады маған дәмі. Көріп тұрсың ба, е? Жалғасы келесі видеода. Үйректің еті ғой мынау. Блин, ашты емес екен. Мынаны қараңыздаршы. Не мынау? Бір қорқынышты, е? Деп өтірік айтамын, өте ашты. Отыласың сен қазір. Дайындала бер. Ну, и? Ашты десең ғой. Вообще жоқ, е? Рауканы өкінішке орай бүгін ашытып былай жылатамадық. В общем, миссиямыз болмай қалды. Енді мен берілмеймін негізі. Енді сіздер де берілмесеңіздер, лайк басып кетсеңіздер, онда келесі видеода тағы да рауканы қинайтын боламыз. Мен қиналмаймын. Өздерің комментария жазып кетіңдер, қандай ашып екен. Бәрін жеймін. Енші ұтамайсыңдар мені. Короче, осындай неменемен тұрды. Так что лайк басып, комментке жазып кетіңіздер. Келесі қандай ашты берейік раукаға, чтобы прям жылайтындай қылып тұрып. Рауканы ұтамадық, сол үшін раукаға сюрприз дайындадық. Мынандай тәтті пончик бар. Өте жұмсақ, прям ше, екеуі өте жұмсақ. Поздравляю. Сізді отамағанымның бір немнесі белгісі типа. Осы жерден видео аяқталып болады. Сіздер мәдетеге болумен ерді. Келесі видеода кезгенше бәріңізге